Ассаламуалейкум ағайын, бұл Алматы, қараша айы, таңғы сағат 4-тің шамасы. Біз осы өңірдегі ең көрікті жерлерге саяхаттауға шығып барамыз. Туристік компанияның көлігімен жолға шықтық. Шарын шатқалы Алматы қаласынан шығысқа қарай шамамен 200 шақырымдай жерде орналасқан. Жолға 3 сағаттай уақыт кетті. Өзімізге тағы бір гид тауып алдық. Бұл ет емес гид. Қазір ең бірінші осы жоғарыдан тамашалауға арналған орынға келдік. Осы жерден әдемі көрініс ашылар. Енді шатқалға түсіп келе жатырмыз. Негізі төменге қарай түсетін саты бар, бірақ ол жөндеуге байланысты жабылған екен. Мына жерден көріп тұрмын. Көбелектің бейнесін байқауға болады. Табиғаттың туындысы бұл. Мына жерде көрініс тіптен әдемі болып көрінеді екен. Шатқалдың көркіне көз тоймайды. Айтпақшы, бұл жерде қалып, түнеп, асықпай демалуға болады. Ол үшін арнайы жатын орындар қарастырылған. Ақылы әрине. Шарын шатқалы бір кездері өте терең өзеннің орны болған деседі. Excuse me, where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Malaysia? Yeah. Wow. Бұл туристер Малайзияда тұратын үнділер екен. Қазақстанның көрікті жерлерін көзбен көру үшін арнайы келген. Шарын шатқалында туристік инфрақұрылым соншалықты дами қоймаған. Соған қарамастан, алыс жақын шетелдерден келушілердің қарасы толастаған емес. Алматы облысы әкімдігінің ресми мәліметінше, 2026 жылы Шарын шатқалында шыны көпір салынады. Инвестициялық жобаның құны 1,5 миллиард теңге. Шыны көпір туристер ағынын одан әрі арттырып, өңірдегі туризм символына айналады деп сенемін. Қазақ даласында көрікті жерлер өте көп. Отандық туризмді бірге дамытайық, сол үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Ал мен одан әрі Көлсай, Қайыңды көлдеріне қарай жүремін. Көріскенше.